Әбу Тәліптің қазасы. Пайғамбарлықтың 10-шы жылы. Аяқ астынан Әзірет Мұхаммедтің көкесі Әбу Тәліп төсек тартып жатып қалады. Жетімдіктің тақсіретін татырмаған, қауіп-қатерден қорғап, бауыр үшін өлімге де басын тігуге әзір болған көкесінің ауыр кеселге шалдығуы Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалям терең мұңға батырды. Пайғамбарымыз бір жағынан өлім аузында жатқан Әбу Тәліп аяулы ағасынан айырылатынын ойлап, екінші жағынан иман келтірмегендігіне қынжылып жүрегі сыздайтын. Әбу Тәліптің науқасы күн сайын меңдей түсті. Мүшриктер соңғы рет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям жайын Әбу Тәліппен ақылдасып қалуды ұйғарады. Осы мақсатпен Утба ибн Әбу Рабиға, Шайба ибн Рабиға, Әбу Жахил, Умайя ибн Халаф, Әбу Суфаян сырқаттың көңілін сұрай барып: «Уа, Әбу Тәліп, сен жайлы, сыйлы, ел жұрттың қадір тұтар үлкендердің бірісің. Мына халіңді көріп шыдап отыра алмадық. Інің Абдулланың баласы Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассалям арамызды көз алдыңда ашып алайық», деді. «Жаман айтпай жақсы жоқ, ертеңіміздің не болары беймәлім. Көзіңнің тірісінде үкіміңді естейік. Бұдан былай сенің бауырың біздің дінімізге араласпасын, біз де оған тиіспейік», деді. Әбу Тәліп пайғамбарымызды шақыртып Құрайыштардың тілегін жеткізеді. «Аяулы бауырым, мына келгендердің бәрін жақсы танисың. Бұйымтайлары саған қатысты. Саған берерін беріп, аларын алмаққа есеп айырысуға келіпті. Кәрі қойдың жасындай өмірім қалған шақта мені үлкендеп сыйлап, кеңесі үшін бас қосып отыр». Пайғамбарымыз: «Айтқандарыңның бәрі орынды, көке. Менің бұларға берерім бір-ақ ауыз сөз. Сол сөзді құптап қабыл алар болса, бүткіл арабтардан және басқа да халықтардан үстем болар», деді. Әбу Тәліп: «Бір ауыз сөз дейсің бе?» деді таңырқап. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям: «Иә, солай», деп бас изеді. Жиналғандар бір-біріне қарап таңырқасты. Айтпағы не болды екен сонда? Әбу Жахил саябыр таба алмай Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям: «Жұмбақтамай айтар сөзіңді айтсаңшы, біз бір сөзге 10 сөз қосайық», деді. Өзіне мұқият қадалған назарларды шолып өткен пайғамбарымыз: «Ла илаха иллаллах» деп Алладан басқа табынған пұттарыңды өз қолдарыңмен лақтырыңдар, деді. Мынадан бері Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям не айтар екен деп дегбірсізденіп отырғандар иман калимасын естігенде қозғалақтап кетті. Сонан соң өз араларында: «Сен осынша тәңірлердің орнына біреуі ғана қалсын дегенді айтқың келе ме? Ойыңды түсіне алмадық», дей келіп: «Жоқ, бұл адам бізге қаламаған нәрсемізді бермекші. Салғыласып қайтеміз, өз білгенімізді істеп, ата-бабамыздың дінінде қалғанымыз жөн, кейінгісін көре жатармыз», десті. Хақ тағала Құранның Сад сүресінің 5-6 аяттарында осы оқиғаны былайша суреттеген: «Сонда ол мұншама құдайды жалғыз құдай етіп қойды ма? Бұл расында да өте таңғаларлық нәрсе», дейді. Мүшриктердің алдыңғы қатарлары өре түрегеліп бір-біріне: «Қане, кеттік, өз құдайларыңа табынудан танбаңдар. Бұл о бастан мұрат етілген нәрсе». Әбу Тәліп мүшриктермен арадағы әңгімеден соң: «Уа бауырым, сенің оларға айтқандарыңнан ақиқат иса аңқиды», деді.
қуанып кеткен Алла Расулы көкесі Әбу Тәліп мұсылмандықты қабылдайды деген үмітпен: келіңіз, көке, сіз де лә илаха иллаллах деңіз, ақыретте шапағатшыңыз болайын, деді. Бірақ амал не? Пайғамбарлар сәруарының жүрек жарды тілегіне көкесі күмілжіп жауап берді: бауырым, мен өлген соң жұрттың мені алжып не айтқанын білмеді деп кінәламайтындықтарына көзім жетсе, өтінішіңді ойланбастан орындаған болар едім. Құрайш ажалдан қорқып иман айтты деп артымнан сөз қылатынын білгендіктен айтпаймын. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сонда да үмітін үзбей Әбу Тәліпті исламға шақыруын қоймады. Науқастың қасына жиі келетін Әбу Жахил мен Абдулла ибн Әбу Умайя да Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам тілегін естіген сайын тыжырынып: онсыз да қиналып жатқан адамның мазасын алмасаңшы, бізбен арпаласқаның азай деп жақтырмайтын. Жанындай сүйетін көкесінің ақыретте жауыз мүшриктермен бірдей мүшкіл халде қалуын қаламағандықтан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оны тәухидке шақыруын доғармады. Бірақ өкініштісі, Әбу Тәліп тілден қалғанша мен аталарымның дінінен шықпаймын деп жатты. Ақыры 87 жасқа қараған шағында қайтпас сапарға аттанды. Осы оқиғаға байланысты Алладан елшісіне аян келіп, онда былай делінеді: уа Мұхаммед, сен көңіліне жаққан әр адамды тура жолға сала алмайсың. Алла ғана қалаған пендесін тура жолға салады. Ол кімнің тура жолға түсуге лайық әрі бейім екенін жақсы біледі. Қасас сүресі 56 аят. Көкесінің өліміне ардақты пайғамбарымыздың мүбәрәк жүрегі қанжылап қайғы жұтты. Көзінен моншақтап аққан жас сақалын жуды. Соңғы сапарға аттандырарда: Алла саған рақым қылсын, алдың жарық болсын деп күбірлеп тұрды. Әбу Тәліптің жүрегі тоқтаған сәтте Әзірет Әббас да басы қасында болған. Көзі жұмылып бара жатып Әбу Тәліптің лә илаха иллаллах дегенін естігенін айтқанда Әзірет Мұхаммед: мен өз құлағыммен естіген жоқпын деп жауап береді. Көкесінің табытын алып кеткеннен кейін де артынан ұзақ қарап тұрып: Алланың рақымы түссін, күнәларыңды кешірсін деп дұға етті. Іле-шала төмендегі аяттар уахи болды. Кәпір күйінде өліп тозақтық екендігі анық белгілі болғаннан кейін пайғамбар мен мүминдердің тіпті жақын туысы болса да өлген мүшриктер үшін Алладан кешірім тілеуі орынсыз. Тәубе сүресі 113 аят.